Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі өте дәмді эклерді жасайтын боламыз. Отқа суымызды қойып аламыз, кішкене ғана тұзымызды қосамыз. Осылай қайнау керек суымыз. Суымызға тұзымызды қосқаннан кейін майымызды салатын боламыз. Майымызды салғаннан кейін жақсылап араластырып отырамыз. Майымыз әбден еріп кету керек. Міне уже майымыз еріді. Осылай болып шығады. Енді бұның бетіне ұнымызды ақырындап сеуіп отырып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз, тез-тез араластырып отырамыз. Бір-біріне қатты жабысып қалмау керек. Осылай сеуіп араластырамыз. Қыздар, тестамыз міне осылай болып шығу керек. Бұны суытып қоямыз да. Суып болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды біртіндеп салып отырып, осылай миксердің көмегімен жасасаңыздар да болады. Міне дайын болған түрі. Қыздар, духовкаға 180 градуста 25 минутқа қоятын боламыз. Міне уже дайын болған түрі. Салмасына кез келген крем салсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.